Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nafa'ana Allah bi ilmihi muallif wa mashayikhna fi darain amin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli barlar, biz Alloh subhanahu taoloning qalamimen Imam Qodi Iyad rahimahulloh taoloning Ash-Shifa bit ta'rif al-huquq al-Mustafa, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qadr qasiyatini bayondaytin, Алла елшісінің алдындағы біздің үмметтің қандай міндеттері бар, соны баяндайтын кітаптан дәріс бастаған болатынбыз. Алланың қалауымен дәріс кітабымыздың бірінші бөлімі, яғни қасиет Құрандағы Алла субхана тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мақталған тұстары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерекшеленген аяттар, солармен танысып, Алланың қалауымен сол бөлімді аяқтадық. Енді екінші біздің қарастыратын бөлім кітаптың ол фи такмилиллахи тағала лаху махасин халқана хулқан. Екінші біздің қарасатын мәселеміз ол Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның діни бітімінің кемелдігі және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінезінің, мінез құлқының кемелдігі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бойындағы дүниедегі және ақыреттегі Алла тарапынан берген ерекшеліктер. Сонымен иншалла біз келесі бөлім осыны қарастыратын боламыз. Яғни кітаптың жүйесін айтқан болатынбыз. Ең бірінші кезекте біз қасиет Құрандағы Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін баяндап келген аяттармен танысқанбыз. Алла тағаланың қалауымен ол бөлім аяқталды. Келесі бөлім ол Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам берген ерекшеліктері, дене бітімі, сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінез құлқы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниедегі және ақыреттегі басқа пайғамбарлардан артық қылатын тұстары, соны баяндайтын боламыз. Иншалла осы бөлімге келдік. Алла сәтін салса, келесі бөлімде біз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам алдындағы үмметтің міндеттері қандай? Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдында қандай міндеттеріміз бар, соны баяндайтын боламыз. Және ең соңғы бөлімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға және сахабаларға тіл тигізіп, оларға балағаттаған адамдардың жағдайы қалай болмақ, соларды иншалла баяндаймыз. Енді екінші бөлім, құрметті бауырлар, шейх Қodi Iyad осы екінші бөлімге кірмес бұрын мында бір кіріспе істейді. Сол кіріспестермен иншалла оқып бөліскенді жөн көремін. Иншалла мүмкін кейбір пайдалы нәрсе алып қаласыздар. Имам Қodi Iyad былай деп айтады: "И'лам айюхал мухиб лихаза набил карим". Осы Мұхаммедке ғашық болған пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үмметі, яғни бізбен сіздерге тіл қатып жатыр. Сен мына нәрсені қаперіңе сақтап ал. Мына нәрсе өте қатты көңіл бөл дейді. Al-bahs an tafasil jumlati qadri azim. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиет жайлы білгісі кеп, соған құштар болған мұсылмандар мына нәрсені біліңдер дейді. Анна хисал жалал ва камал фил башар науған. Адамның бойында орын алатын кемелдік және ұлықтық екі түрге бөлінеді дейді. Яғни адамның бойында жиналатын жақсы қасиеттер, адамды басқалардан артық қылатын тұстар екі бөлімге бөлінеді дейді. Дарурийин дуньяуи иқтадатқа жибилляти дарурат аль-хаят дуньяуи. Бірінші нәрсе адамның дүниеде, яғни өзінің еркі болмаған дүниеде ие болатын қадір қасиеттер болады. Ол муктасабы дини, екіншісі діни негіздегі құрметтелетін, бағаланатын қадір қасиеттер. Жалпы біз адамдарды алып қарайтын болсақ, адамның бойындағы қасиеттер екіге бөліп қарасақ болады дейді. Біріншісі ол дүниеде бағаланатын қасиеттер, екіншісі адам бойына салып жинақтайтын, уақыт өтумен келе пайда болатын қасиеттерді айтамыз дейді. Осы екіншісіне адам өзіне жинақтаған, қалыптастырған нәрсе болса, мен осы үшін мақталады дейді. Осы екінші қасиетпен Алла тағалаға пенде жақындай түседі. Енді осы жерден түсініп кетейік. Шейх не айтқысы келіп жатыр? Барша адамның жер бетіндегі жалпы қарайтын болсақ, біздің дүниедегі кейбір қасиеттеріміз болады. Ол қандай нәрсе? Біздің дене бітіміміз. Мысалы үшін жан-жағымыз қарайтын болсақ, адамдар әртүрлі. Біреудің Алла тағала дене бітімін жағында қуаттық берген, иықтары кең, қолдары ірі, бұлшық еттер, мығым сияқты адамдар болады. Кеулердің бет әлпеті көркем болады. Кеулердің шаштары қою, қап-қара болады. Енді дүниелік өлшемен өлшейтін адам қасиеттері бар. Жаңа айтқанымыздай ақыл болсын, немесе отбасының шарапатты болуы болсын, немесе тағы қасиеттерге бөлсек болады.
шейхтің меңзеп жатқан нәрсе дүниелік деген нәрсе осы. Бұл дүниеде адамды сол өлшемге сай қылатын болсақ, ол адамның дәрежесі басқалардан артық болуы мүмкін. Екінші шейхтің айтқысы жатқан нәрсе ол діни ұғым деген нәрсе адамға уақыт өтуімен келе қалыптасатын нәрсе дегеніміз ол діндегі мақталатын тұстар, яғни мінез құлқының көркем болуы, адамның сабырлыққа дағдылануы, адамның қанағатшылыққа үйренуі, бұл адамның бойында пайда болмайды, бірақ уақыт өте келе белгілі жағдайға тап болған кезде осыны қалыптастыру мүмкін. Міне осыған шейх ерекше қатты көңіл бөлгісі келеді. Біз сөзімізді осыны жалғастырамыз. Шейх ары қарай айтады: ثم هي على فنين أيضا منهما يتخلص أحد الوصفين منهما يتزامج ويتداخل. Енді кейбір адамдарда бойында тек қана дүниелік өлшеммен мақталатын қасиеттер болады. Жаңа айтқанымыздай дене бітімінің көркемдігі, жаңағыдай тегінің шарапаты тектен шығуы, бай дәулетті болуы тек қана дүниелік өлшемде болатындар болады дейді. Екінші адамдарда екеуі қатар қосылуы мүмкін. Мысалы үшін кейбіреулерде тегі де мықты болуы мүмкін, мінезде көркем болуы мүмкін, бай да болуы мүмкін, және жомарт та болуы мүмкін. Ал енді кейбір адамдар болатын болса, кедей болуы мүмкін, тегі шарапатты болмауы мүмкін, бірақ ол адам өз бойында көркем мінез болады, басқа да дінде мақталатын тұстар болуы мүмкін. Сол себепті осы екі қасиет кейбір адамдар біреу ғана жинақталуы мүмкін, кейбіреулердің екеуі қатар жинақталуы мүмкін. Сөзсіз кім бойында екеуі қатар жинақталатын болса, ол адам міндетті түрде шарапатқа, құрметке, абыройға ие болатын болады. Енді шейх баяндайды, қараңыздар. فأما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب. Екінші дүниелік адамның еркінен тыс келетін нәрсеге тоқталатын болсақ, мисле ма кана фи жибиллати мин камали хилқатихи. Бірінші адамның денесінің әдемі болуы. Мысалы үшін, егер арамызда бір адам бойы ұзын болса, иығы кең болатын болса, бұлшық ет мығым болса, оның жағында тегі мықты болған себепті ол адам сонда болып шықты. Ешкім жаңағыдай анасының құрсағында жатқан кезде мен бойым 1,80 болсын, немесе иығым кең болсын деп ешкім заказ бермейді ғой. Бірақ адам дүниеге солай келеді. Ол үшін Құдайдан сауап қалмама десе, шейх жоқ, ол мақсат емес дейді. Сіздің бойыңыз ұзын болуы немесе қысқа болу үшін сіз Құдайдың алдында сұралмайсыз. О жамал сұрайды, немесе бір адам дүниеге келген кезде жүзі көркем болады. Мысалы, бәріміз бірдей әдемі емеспіз, кейбіреулер әдемі қылады, кейбіреулер онда әдемі қылмайды. Сол сіздің еркіңізден тыс болатын нәрселер. Ары қарай баяндайды: қуаты ақлихи, енді кейбір кезде кейбір адамдар Алла тағала ақылы жетік болады. Мысалы, әкесінен келген қабілет болуы мүмкін, басқа да қабілеттен адамның басқаларға қарағанда ойлауы, кең қарастыра алуы біреуде туа бітетін қасиет болады. Ары жалғастырады: уасихати фахмихи, және адамның түсінігі кең адамдар болады. Тумасынан қанда бар нәрсе осылар. Фасохати лисанихи, енді кейбір адамдарға туа бітісінен еркін сөйлеу, ойын жеткізе алу, мына сөз сөйлеген кезде әріптері анық шығу, о да адамдардың қабілетінен, оның әке-шешесінен келген қабілет болуы мүмкін. Оған да адам ондай мақталы нәрсе емес негізінде дейді. Қуаты хауасихи ағдойхи иғтидали харакатихи, және кейбір адамдар табиғатынан жүрген кезде осанка дейміз ғой, осанкасын тік ұстап, бүйтіп ешқайда майыспай тік жүретін адамдар болады. Жүрістері қисаймай, бүкіреймей тік жүретін адамдар да болады дейді. Шараф нәсәбин, кейбіреулердің тектері құрметті болуы мүмкін. Мысалы, біз өзіміздің анамызды құрсап жатқан кезде мен мына тектен болсын ешкім заказ бермейді ғой. Сол біздің еркімізден тыс болатын нәрселер дейді. Иззати қаумихи, немесе бір белгілі бір құрметті тайпаға тиесілі болуы мүмкін. Карауми ардихи, немесе бір қасиетті жерден шығуы мүмкін. Ялхаху бихи матаду дарроты хаяти илайхи. Осындай дүниелік заттарды адамның еркі жоқ. Егер мысалы үшін сіз жаңа айтқаныңыздай қасиетті немесе текті рудан шықсаңыз, дене бітіміңіз көркем болса, бет әлпетіңіз әдемі болатын болса, сөйлегенде көркем сөйлейтін болсаңыз, бұл сізге Құдай тағаланың берген сыйлығы. Бұл дүниеви зат дейді шейх. Бұдан сіз ақыретте сауап үміттенбейсіз, егер тек қана осы нәрсе болса дейді. Шейх былай баяндайды ары қарай. Әлбетте дейді, егер осы Құдай тағаланың берген қабілетін, сіздің жаңа айтқанымыздай жүзіңіздің көркем болуы, сөзді жақсы сөйлей алуыңыз, ақылыңыздың терең ойлай алуы, кез келген мәселеге жан-жақты қарай алу қасиеттеріңізді дін үшін пайдалансаңыз, осы қасиеттеріңіз бәрі сауапқа айналады дейді. Егер ондайға пайдаланбасаңыз, ол сіздерге сауапқа кенелмейді дейді. Яғни қалай айтсақ болады?
Құдай Тағала сізге ақыл берді. Сіз басқаларға қарағанда терең ойлай аласыз, жан жақ қарай аласыз. Осы қабілетіңізді шейх айтып жатыр, дін үшін пайдаланатын болсаң, сол білімнің қуаттылығын, парасат ойлай алуыңды дін үшін пайдалансаң, онда міндетті түрде сен сау боласың дейді. Немесе жаңа шейхтің баяндап жатқан нәрсе, бізде білесіз, құрметті бауырлар, мынау имамдыққа шығатын кезде мазхабымыздың қойған ережелері бойынша имамдыққа шығатын адамның бойында талап ететін қасиеттердің бірі жаңағы бет әлпетінің әдемі болуы, жүріс-тұрысының мықты болуы талап етеді. Неге дейтін кезде, өйткені артында жамағаттың көбеюіне себеп болатын нәрсе сол жақсырақ деп қалайды. Енді Құдай Тағала сізге осындай қабілет берген болса, сол қабілеттердің бәрін дін үшін пайдалансаңыз, онда сол берген қабілет Құдайдың сізге міндетті түрде сауапқа айналады дейді. Тура сол сияқты жаңа айтқанымыздай, сіз көркем сөйлей алсаңыз, өз ойыңызды анық жеткізе алатын болсаңыз, соны да дін үшін пайдалансаңыз, Құдай Тағаланың алдында сауапқа аласыз дейді. Сол себепті мынандай қағида бар жалпы дінде. Сіз кез келген жай заттың өзін ниетті дұрыстау арқылы сауапты іске айналдыруға болады дейді. Сауапты іске айналдыруға болады. Сол себепті Құдай Тағаланың берген әрқайсымыздың бойында берген қабілет бар. Сол қабілетті дін үшін пайдалансаңыз, құрметті бауырлар, онда әрбір істеп жатқан істеріңіз сіздердің сауапқа айналары сөзсіз. Міне шейх бізге осыны баяндап жатыр. Жалпы алып шейхтің айтып жатқан дүние, адамдағы қабілеттер осы еркінен тыс болатын заттарды дін үшін пайдаланбасаңыздар, сізге ешқандай сауап болмайды. Ал егер дін үшін пайдалансаңыз, міндетті түрде сауапқа кенеледі деп жатыр. Енді екінші нәрсе бар, ол қандай зат дейтін болсақ, шейх айтады. Екінші нәрсе, адамның уақыт өте келе діни негізде бойына қалыптастыратын көркем мінездер. Бұны шариғатта муктасаб деген нәрсе сенің туа біте бойында болмайды, бірақ уақыт өте келе сен оны бойыңа сіңдіретін заттар. Жалпы білесіздер, дінімізде түсіндіреді, адамның туа біткен кезде мінезі нашар болса, ол қиямет күні солай болатын сөз емес. Дінімізде адамның мінезін өзгертуге болады дейді. Қалайша адамның денесі өскен сияқты, адамды мінезін, құлқын дамытуға болады, көркем қылып. Мән беріп қарасақ, адамның денесі өсу үшін, дұрыс өсу үшін, саусақтарымыздың дұрыс жетілу үшін, басымыздың дұрыс жетілу үшін, сүйектердің бәрі дұрыс болу үшін, біз бала кішкентай кезден қарайды, әке-шеше. Егер баласының бір жетілмей жатқан болса, сол жағына барып, дәрігерге апарып қарастырамыз. Мысалы, балаңыз 4 жасқа келді, сөйлемей жатыр. Біз не істейміз? Баламызды логопедке апарып емдеп аламыз. Баламыздың мысалы үшін 10 жасқа келді, бірақ бойы әлі кішкентай. Біз дәрігерге барамыз да, сол баламыз неге бойы өспеді тексереміз. Яғни егер біз адам бойында сыртқы келбетінде кемшілік болатын болса, соны түзеуге тырысамыз дейді. Енді баланың жетілуі осы бірінші қадағалау арқылы болады. Екінші нәрсе, дұрыс азық беру арқылы бала жетіледі. Егер баланың бойында мысалы үшін сүйегінде әлсіздік болатын болса, кальций беріп сүйегін қуаттауға болады. Немесе жаңағыдай ойлау қабілетінде кемшілік болатын болса, магний тағы басқа заттар беріп баламызды дамытамыз. Енді ғалымдар айтады, сен қалайша денеңді дамытқан сияқты, сен де мінез құлқын түзеу керексің дейді. Қалайша біз өзіміз денемізді дамытқан сияқты, жаңа айтқанымыздай тәрбие арқылы, кейбір кезде спорт арқылы, кейбірге дұрыс тамақтану арқылы біз өзіміздің денемізді дамытқан сияқты, өзіміздің ішкі болмысымызды, мінез құлқымызды дамытуға болады. Ол да қиын зат емес дейді. Ол қалай деген кезде бірінші кезекте тәрбиелеу арқылы, екінші кезекте денеге азық беріп дамытқан сияқты, адам өзінің мінез құлқында ілім арқылы дамытуға болады дейді. Мысалы үшін сіз шариғат өлшемімен қарайсыз, мынау іс қалай істеу керек, көркем мінезбен қалай сипаттауымыз керек, көркем мінез бұл маңызды емес па деп зерттейсіз да, сөйтіп өзіңіздің бойыңызда кейбір кемшіліктерді анықтап, соларды емдеудің жолдарын істейсіздер. Қалайша денемізде кемшілік болатын болса, дәрігерге барып, сол кемшіліктерді анықтап, кейін сол кемшілікті ауруды емдеу үшін жұмыс істеген сияқты, әрқайсымызда бойымызда бар кемшілікті анықтау керек. Мысалы үшін жүректің аурулары шариғат айтқан көре алмаушылықтың қасиеті бар сізде. Сізде мақтаншақтың қасиеті бар. Сізде өз-өзімен тамсану деген қасиет бар. Немесе тағы сияқты өздеріңіздің кемшіліктерді білдіңіз. Бірінші қадам осы. Екінші қадам, осы бойымдағы көре алмаушылық деген қасиетті қайта емдеуім керек деп өзіңіз сұрақ қою керексіз. Сосын барып сіз мамандар айтқаннан кейін, сосын барып өзіңізді көре алмаушылық қасиеттеріңізді емдеу маңызды. Қалайша сіз өзіңіз денеңізге көңіл бөлген сияқты, ішкі жан дүниеге көңіл бөлу керек дейді. Ғалымдар айтады, егер сен
денеңдегі кемшілік болатын болса, оған қарамасаң бұл дүниеде өліп құтыласың дейді. Ең соңғы бары өліп құтыласың дейді, егер денеңдегі кемшілікке көңіл бөлмесең. Ал егер ішіндегі жан дүниеңді мінез құлқыңа көңіл бөліп өтетін болсаң, бұлдан құтылмайсың дейді. Өйткені ақыретте сен қайтадан есеп бересің дейді. Сол себепті бұл дүниеде адам денесіне көңіл бөлген сияқты өзінің ішкі жан дүниесіне көңіл бөлу керек дейді. Енді біз өзімізге осы үлгі тұтар тұлға кім дейтін болсақ, шейхтің айтып жатқан нәрсе ол пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Өйткені пайғамбардың бойында исламдағы мақтаулы қандай қасиет болса, соның бәрі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бойында болған. Соны айтайыншы, қараңыздар. Адам қай кезде бойына мақталатын қасиеттер жинайды десе, бірінші кезекте ил-илм. Қай кезде сіздер ілімге көңіл бөліп бастайсыздар, сіз бойыңызға діннің, Алла тағаланың және пайғамбардың мақтаған қасиеті. Ең бірінші кезекте ол ілім. Өйткені сіз ілім болмайтын болса, Құдайға қалай құлшылық істеу керек, және Құдайға басқа емес, именно Құдайдың қандай екенін білу үшін бірінші кезекте ғалымдарымыз ілім керек дейді. Екіншісі хилм, кішіпейілділік. Үшіншісі собыр, Алла тағала құзырында болатын әрбір затқа сабырлыққа бойымызды қалыптастыру. Шүкір, Құдай тағаланың беретін әрбір нығметтеріне шүкірлік ету. Уәл адл, және адамға әрқашанда әділдік таныту. Тауаду, кішіпейілдік болу. Афу, кеңшіл болу. Айфа, көп заттарға көз жұмып қарау. Осы сияқты таңдаулы қасиеттердің бәрін адам бойына сіңірген кезде, бұлардың бәрі құрметті бауырлар мақтаулы қасиеттер дейді. Сол себепті, егер жаңағы сөз қорытатын болсақ, біздің баяндағанымыздай, адамның бойында айтқанымыздай тегінің, бойының, шашының, денесінің көркемдігі бар, сосын ішкі жан дүниесінің көркемдігі бар. Айтқанымыздай кішіпейілді болуы, батыр болуы, тәуекелшіл болуы, қанағатшыл болуы. Осы қасиеттермен адамдар мақталады. Кейбір адамдарда осы екеуі қатар жиналуы мүмкін, кейбіреулердің тек қана осының біреусі ғана жиналуы мүмкін. Енді шейхтің айтқысы келіп жатқан дүние, енді біз мән беріп қарайтын болсақ дейді, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламда екеуі қатар жиналған дейді. Шейхтің негізі айтқысы келіп жатқан ойдың бәрі, біз адамдарды мақтаулы тұстарын бәрін жинап қарайтын болсақ, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бойында осының бәрі бар дейді. Егер мән беріп қарасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тегі бәрі мақтылар. Мысалы, кейбір адамдарға текке қатты қарайтын, шежіреге мән беретін кісілер болады. Сол шежіреге мән беретін кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тегіне мән беріп қараса, Алла елшісіндегі адамдардың бәрі тегі мықты. Енді біреулерге мысалы үшін адамның тақуалығы, мінез құлқы емес, жаңағындай сырт келбетіне мән беретін кісілер болса, мысалы үшін кейбір кісілер спортқа жақын болуы мүмкін, маған еркек адамның күш қуаты маңызды, басқасына көңіл бөлейін десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дене бітіміне қарап көрсе болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дене бітімі ең кемел болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның иығы кең болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның буындары ұқсастас жерлердің бәрі ірі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бойында 100 еркектің қуаты болған. Мысалы үшін бір айтатын болса, мен ғана еркектің күш қуаты ғана маңызды дейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлгі болады. Ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 100 еркектің қуаты болған. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманында кейбір кісілер, ей Мұхаммед, кел күресейік, егер мені күресіп жеңетін болсаң, исламдың қабылдаймын деген Рукана сияқты балуан болған. Ғалымдар тарихтан айту бойынша, ол кісі соншалық мықты палуан болған, жауырын жер иіскемеген дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күреске шақырған кезде Алла есіне 3 рет күреседі. Үшеуінде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіні жамбаспен жерге жатқызады. Сөйтіп ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дінін қабылдайды. Біз бұл мән беретін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның еркек қуаты да мықты. Енді біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келбетіне келетін болсақ, сахабалар айтады, біз дейді, жарық ай күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көрдік дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шықты, сол уақытта ай шықты дейді. Ай арабтарды әдеміліктің ең үлкен шыңы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көркемдік сипатын айтады. Мен пайғамбарға қараймын, айға қараймын. Мен пайғамбарға қараймын, айға қараймын. Сөйтсем пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айдан да әдемі болып тұр деп айтады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам егер әдемілік жағынан келетін болсақ та, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда әдемілік бойында болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әдемі соншалық жаңағыдай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүзінен нұр шашып тұратындай сондай көркем болған. Тіпті ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көркемдігі, әдемілігі Юсуф пайғамбардан басым дейді. Неге дейтін болсақ, Юсуф пайғамбардың бойында әдемілік болған, бірақ айбаттылық болмаған дейді.
Сол Юсуф пайғамбардың бойында айбаттылық болмағаннан кейін жаңағы кейбір әйелдер Юсуф пайғамбармен жаңағындай ұятсыз әрекет істеген дейді. Бірақ бірде бір әйел пайғамбарымыз мысалы ондай әрекет істеп көрген емес. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жақындап айбаттылығынан сахаба шошыған. Сол себеп ғалымдар айтады, егер біз хадистерге мән беріп қарайтын болсақ, пайғамбардың көркемдігін сипаттап келген хадистердің бәрін 13-14 жастағы балалар айтқан дейді. Өйткені үлкен сахабалар пайғамбарды құрметтеген соншалық Алла елшісінің жүзіне тік қарамаған, бастарын төмен қаратып отқан дейді. Ал пайғамбардың сипаттаған сахабалардың бәрі жас балалар болған. Солар пайғамбардың жүзіне қарап Алла елшісін сипаттап берген. Сол себеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әдемілік жағынан келетін болсақ та бәрінен басым болған. Енді біз әрбір жеке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сипаттарын алып тізбектеп қарайтын болсақ, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның табиғатынан, бойынан бар сипаттар мықты болған. Сосын бар екінші діни сипаттар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кішіпейілдігі, тақуалығы, ілімі жайлы мән беретін болсақ, ол жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көркем сипатқа ие болған. Сол себеп құрметті бауырлар, Алла тағала қасиетті Құранда айтқандай, лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Ей адамдар, шын мәнінде сендерге Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам көркем өнеге болған дейді. Осы жерде бір араб тіл мамандарында сөз айтады, усва деген араб тілінде сөз бар да, усва бар, сосын қудва деген сөз бар. Қудва деген сөз мағынасы ол үлгі болатын адам, бірақ бір ғана тұсынан. Мысалы үшін бір кісі мысалы әскери кісі болатын болса, әскердегі басқару жағынан үлгі болуы мүмкін. Бірақ туысқан қарым қатынаста, үйдегі балаша қарауда, басқа затта үлгі болмауы мүмкін. Тек қана бірақ тұсынан. Ал усва деген сөз тіл жағынан келетін болса, ол үлгі барлық жағынан. Алла субхана тағаланың кітабы Құран кәрімде пайғамбарын сипаттаған кезде пайғамбарды сендер көрген усва өнеге бар дейді. Яғни пайғамбарымыз барлық тұсына мән беріп қарасақ, құрметті бауырлар, бізге Алла елшісінде көркем өнеге тұстар бар дейді. Сөйтіп Алла тағала өзінің ең соңғы елшісін Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға адамзатқа үлгі болу үшін және осы Алла тағаланың түсірген кітабіне шын мәнінде іс жүзінде амал ретінде асыратын адамды бізге жіберген. Ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне берік болатын болса, құрметті бауырлар, Алла тағала пайғамбарды абыройға бөлеген сияқты пайғамбардың үмметіне иншалла абыройға бөлейтін болады. Келесі дәрісімізде Алла сәтін салса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның денесінің кемелдігі сол жайлы иншалла сөз қозғайтын боламыз. Алла баршамызға пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам лайық үммет болып нәсіп етсін. Ахири дауана иннал хамдулиллахи раббил аламин.